Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз жол қозғалыс ережелері бойынша емтихан сұрақтарының екінші талдауын қарастырамыз. Қызықты жағдайларды талдап, жүргізуші куәлігін алуға үміткерлер жиі жіберген қателіктерді анықтап, дұрыс жауаптарды жан-жақты түсіндіреміз. Ендеше бастайық. Қай суретте жол қиылысы сипатталған? Жол қиылысы ортасынан неғұрлым алыс, тиісінше қарама-қарсы жолдың жүру бөлігінің дөңгелене бастайтын жерлерін жалғап тұратын жорамалданған сызықтармен шектелген жолдардың бір деңгейде қиылысу, қосылу немесе тармақталу орны. Іргелес аумақтардан шығу, орман жолдармен қиылысу, қосылатын орындары жол қиылысы болып саналмайды. Сондықтан бізде дұрыс жауабымыз суреттердің ешқайсысында. Жүруді жалғастыру үшін қандай көлік құралына реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста жүруге рұқсат етіледі? Реттеушінің бұл жағдайында қолдар бүйірге созылған немесе төмен түсірілген кезде сол және оң жақтан рельсіз көліктерге тікелей және оңға жүруге рұқсат етіледі. Арқа жағынан және кеуде жағынан жүруге тыйым салынады. Жүруді жалғастыру үшін қандай көлік құралына реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста жүруге рұқсат етіледі? Реттеушінің бұл сигналы оң қол алға созылған. Сол жақ бүйірден трамвайға тек қана солға бұрылуға рұқсат етіледі. Қалған рельсіз көлік құралдарына барлық бағыттарға. Кеуде жағынан барлық көлік құралдарына тек қана оңға жүруге рұқсат етіледі. Оң жақтан немесе арқа жағынан жүруге тыйым салынады. Сондықтан дұрыс жауабымыз тек жеңіл автокөлікке ғана. Жүруді жалғастыру үшін қандай көлік құралына реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста жүруге рұқсат етіледі? Реттеушінің бұл сигналы оң қол алға созылған. Сол бүйір жақтан трамвайға тек солға, қалған рельсіз көлік құралдарына барлық бағыттарға жүруге рұқсат етіледі. Сондықтан дұрыс жауабымыз жеңіл автокөліктерге және мотоциклге. Жүруді жалғастыру үшін қандай көлік құралына реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста жүруге рұқсат етіледі? Реттеушінің бұл жағдайында қолдар бүйірге созылған немесе төмен түсірілген кезде сол және оң жақтан рельсіз көліктерге тікелей және оңға жүруге рұқсат етіледі. Ал трамвай жүргізушісіне тек қана тура жүруге рұқсат етіледі. Сондықтан дұрыс жауабымыз бізде жүк көлігіне және мотоциклге. Жүруді жалғастыру үшін қандай көлік құралына бағдаршамның сигналына сәйкес қиылыста жүруге рұқсат етіледі? Бұл жағдайда біздің бағдаршамда қосымша секциялары орнатылған және оңға қосымша секциясы қосылып тұр. Сондықтан дұрыс жауабымыз бізде сары және қызыл автокөліктерге жүруге рұқсат етіледі. Ал трамваймен және көк көлік жүргізушісіне бағдаршамның қосымша сигналының солға қосылуын күту қажет. Жүруді жалғастыру үшін қандай көлік құралына реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста жүруге тыйым салынады? Реттеушінің бұл сигналы оң қол алға созылған. Сол бүйір жақтан трамвайға солға, рельсіз көлік құралдарына барлық бағыттарда жүруге рұқсат етіледі. Кеуде жағынан барлық көлік құралдарына тек оңға жүруге рұқсат етіледі. Оң бүйір және арқа жағынан барлық көлік құралдарына жүруге тыйым салынады. Сондықтан жүк көлігіміз арқа жағынан болғандықтан оған жүруге тыйым салынады. Жүруді жалғастыру үшін қандай көлік құралына реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста жүруге рұқсат етіледі? Реттеушінің бұл жағдайында қолдар бүйірге созылған немесе төмен түсірілген кезде сол және оң жақтан рельсіз көліктерге тікелей және оңға жүруге рұқсат етіледі. Ал арқа жағынан және кеуде жағынан жүруге тыйым салынады. Сондықтан дұрыс жауабымыз тек қана мотоциклге жүруге рұқсат етіледі. Қай автомобильге реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста оңға бұрылуға рұқсат етіледі? Реттеушінің бұл сигналы оң қол алға созылған. Сол бүйір жақтан трамвайға солға, қалған рельсіз көлік құралдарына барлық бағыттарына жүруге рұқсат етіледі. Кеуде жағынан барлық көлік құралдарына тек қана оңға жүруге рұқсат етілген. Оң бүйір және арқа жағынан барлық көлік құралдарына жүруге тыйым салынады. Сондықтан дұрыс жауабымыз бізде қызыл және жасылға. Жүруді жалғастыру үшін қай көлік құралына реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста жүруге тыйым салынады?
реттеушінің бұл сигналы оң қол алға созылған. Оң жақ бүйірден және арқа жағынан барлық көлік құралдарына жүруге тыйым салынған. Сондықтан дұрыс жауабымыз бізде ақ және сарыға. Көргендеріңізге рахмет. Егер бейнеролик сізге пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып, бұл видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Жол жүру ереже бойынша емтихан тесттерінің толық нұсқасын жеңілдікпен алғыңыз келсе, онда WhatsApp-қа жазыңыз. Сіздерге жол қауіпсіздік, көлік тізгінінде сенімділік және емтихандарды сәтті тапсыруды тілейміз. Келесі кездескенше.